Ey жастар, аға бауырлар, сіздерге айтарым, қатты бай болуды қалап жатсыз ба? Мен сіздерге сол бай болудың бір жолын айтайын. Ана үйіңізде байлығыңыз бар, ата-анаңыз. Сол кісінің таңынан кешке дейін дұрыстап көңілін тауып қызметін жасаңыз, бай болмасаңыз маған келіңіз. Өйткені риуаяттарда келеді, екі түрлі адам бар, екі нәрсені еш уайымдамасын дейді. Біріншісі, ата-анасын разы қылып, ризалығын тапқан адам кедей болудан қорқпасын дейді. Ол ешқашан кедей болмайды дейді. Ол байлықты іздемесінде байлық оны қуып келеді дейді. Екінші адам бар дейді, ата-анасын риза етпеген адам дейді. Бұл адам байлықты аңсамасын дейді. Неге? Ата-анасын қор қылған үшін өмір бақи қор болып өтеді дейді. Байлық болады, тыныштық болмайды. Байлық болады, ауру көп болады. Қанша байлар бар білесіздер, больницадан шықпай қалған. Ақша бар, тапқаны емге кетіп жатыр. Емнің не пайдасы жоқ, не басқасы жоқ. Неге? Өйткені үйдегі ата-ананы разы қылмады сол адам. Сондықтан ата-ананың разылығы үлкен орында тұр. Мен бұл бір оқиғаны айтып бергенмін. Бір бизнесмен жігіт болды дейді. Өте бай жігіт. Бірақ сенесіздер ме, ешқандай банкте есеп шоты жоқ дейді. Ешқандай банкте. Өте бай адам, осы заманның адамы. Содан бұл жігітпен бір жаңағы партнерлар дейді, бір саудаға келісіп, бір затты алатын болды дейді. Жақсы, мен қазір үйден ақша алып шығайын деп, үйге бірге кірді дейді. Үйге бірге кірді де, үйге кірсе әкесі отыр екен, үлкен көрпенің үстінде. Әкежан, маған осылай бір затқа мынанша қаражат керек еді десе, әкесі отырған көрпесінің астына қолын салды да дейді. Бір бұл ақша алды да санап беріп жатыр дейді жаңағы баласына. Баласы алды да рахмет әкежан деп кетті дейді. Сонда жаңағы жанында жүрген бизнесмен таң қалды дейді. Сен арамыздағы ең бай жігітсің. Ешқандай банкте есеп шотың жоқ. Тағы бай болып тұрып, осындай бір үлкен зауыттардың бастығы болып тұрып, кішкентай бір әкеңе ақша беріп қойғансың ба, және сол кісіден ақша сұрайсың ба десе, сіз қателеспеңіз дейді. Мен әкеме қалай ақша берем дейді. Ол ақшаға береке келіп жатқандығын білем дейді. Менің қалтамда артық ақша жүрмейді дейді. Бүкіл ақшам әкемде дейді. Менің байлығым әкем дейді. Қайда отыр осы перзенттер бар ма арасында? Бүкіл тапқанын ата-анасына беріп отыратын. Бар ма осы перзенттер? Егер жоқ болса, осы нәрсені әдетке айналдырыңыз. Ана банкке салып депозитті ақшаны көбейткеннен гөрі ата-анаңызға беріңізші. Мейлі жұмсасын сол ата-ана. Сол дүниеңізде береке болады. Сол дүниеңіз ертең қияметіңізде сізге пайда береді. Қараңыз қандай мәселе. Өзімде осы жерде 50 000 теңге айлыққа жұмыс істеймін мешітте. Сонда көп жігіттер айтады, сіз басқа жұмысыңыз бар ма? Ақша табасыз ба? Жоқ. Мен 500 теңге тапсам да, соның 250 теңгесini үйге жеп ішуге бір зат аламын. Бір нан болса да алып аламын. Қалған 250 теңгені үйге анам алып барып беремін. Анам, Аллахым табысыңа, өміріңе береке берсін дұға қылады. Әрдайым, әр күні. Бұл нәрсе Аллахтан ризықты үзген емес. Басыма қиындық түсіп қалады, я Рабби, ризқыңнан кемітпе, Аллаху акбар. Минутта шешіледі бұл мәселе. Неге? Өйткені үйде отырған ата-ананың дұғасы еш уақытта адам кем қылмайды. Қаншадан қанша ғұламалар өткен. Олардың ғұлама болуына кім себеп болды? Оның ата-анасы. Ата-анасын қор қылғандаршы, ол 7 ұрпағына дейін қор болып өтіп кетеді. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің көркем хадис шәріптерінде мына нәрсені келтіреді. Егер мен намаз оқып тұрғанымда еді дейді. Анам тіріліп келіп, я Мұхаммед дегенде, мен намазымды бұрып тұрып, бұзып тұрып, ләббай анажан деп жауап беретін едім дейді. Кімнің ата-анасы бар? Ата-анасы отырған балаға балам деп бір айтады, 2 айтады, 3 айтқанда амал жоқтан бір қақсап қоймады ғой деп қараймыз да. Ата-ана бұндай кісілер емес. Ата-ананың қадірін тірі күнінде біліңіздер. Қаншадан қанша жетімдер отыр арамызда. Әкеден айырылған, анадан айырылған, сол ата-ананың махаббатын сағынғандар бар да. Ата-ананың махаббатын сағындыңыз ба? Ол кісінің жақын адамдары, бірге дастархандас болған адамдармен бірге отырыңызшы, сол кісілермен сұхбаттасыңызшы. Отырғанда, ой, әкеңіз туралы, анаңыз туралы жақсы бір оқиғаларды айтып берген кезде бір рахаттанып қаласыз ғой, я Алла. Сондай кісінің ұрпағы